Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Тікелей эфирде бетпе-бет бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Берік Уәли. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары және қаржы министрі Ерлан Жамаубаев. Ерлан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Енді өздеріңіз білесіздер, мен бірден осы президентіміздің жолдауда айтқан сөзін сілтеме келтіргім келіп отыр. Экономиканың тұрақты өсуі салық саясатының түсінікті және болжауға болатындай етіп жүргізілуіне тікелей байланысты. Фискалды реттеу ісін қайта жаңғырту үшін 2023 жылы жаңа салық кодексі әзірленеді. Оның ең түйткілді тұсы саналатын салықтық әкімшілендіру мәселесі түгел қайта жазылуға тиіс деген болатын мемлекет басшысы биылғы жолдауында. Ендеше осы салық кодексін әзірлеу ісі қалай өріп жатыр? Мемлекет басшысы салықтық бақылау қызметін толық цифрландыру керектігіне тоқталған болатын. Бұл үрдіс қазіргі таңда қандай деңгейде? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Дұрыс айтасыз, біздің алдымызға осындай міндет қойылды. Бүгінгі таңда біз тиісті мемлекеттік органдар бар, бизнес өкілдері бар, депутаттар бар, және де басқа да кәсіпкерлікке қатысты азаматтардың барлық қатысуымен үлкен жұмыс тобын құрдық. Сол жұмыс тобы қазір өзінің іс-әрекетін бастап кетті. Бұл жерде негізгі мәселе бизнеске, халыққа түсінікті болжауға жататын бір салық кодексін әзірлеу. Бұл барынша жинақы болу керек. Енді бұрында болған тәжірибелердің бәрін ескере отырып, салық жүктемесінің бизнеске дұрыс болуын ескере отырып, халыққа дұрыс түсінікті болуын ескере отырып, және де мынау салық кодексі экономикаға қаржы шақыратындай, бизнесті жандандыратындай жағдайда болатындай бір салық кодексін әзірлеу керекпіз. Қазір үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біріншіден бұл көлеңке экономиканың күресті барынша күшейту керек салық арқылы. Енді өздеріңіз білесіздер, жақсы Маргарет Тэтчердің жақсы сөзі бар. Бұл мемлекеттің ақшасы жоқ, салық төлеушілердің қаражаты бар деп. Сондықтан да бүкіл әлеуметтік шешіліп жатқан мәселелер бар, инвестициялық мәселелер бар, инфрақұрылым бар, барлығы салық төлеушілердің есебінен. Салық төлеушілердің есебінен, сол салықтан жиналған қаражат есебінен шешіледі. Сондықтан біз бұған үлкен көңіл бөлеміз. Және де өте дұрыс айттыңыз, цифрландыру мәселелері. Бұл жерде цифрландыру мәселелері қазір алға бізде өте жақсы қойылған. Арнайы мобильді қосымшаларды әзірленіп жатыр. Бұл бизнеске арнайы бөлек және халыққа да бөлек. Бұның барлығын біз жүйелендіреміз. Сосын салықтық кедендік әкімшілендіру деген бар. Салық жинау процесі. Соны барынша автоматтандырып, барынша цифрландырып, адами факторларды азайтып, бұл жерде жемқорлыққа қарсы мәселелер бар. Соның бәрін мүмкіндігінше болдырмай салық жинау процесін үдету керек. Бұл неге бұны айтып отырмыз? Бізде салықтық жүктеме деген көрсеткіш бар. Біз барлық мемлекеттермен салыстырып қарасақ, Қазақстандағы салықтық жүктеме анау айтқандай көп емес екен. Басқа мемлекеттерді алмай қойық, көршілес Өзбекстан мемлекетімен салыстырғанда біздегі Еуразиялық одаққа кіретін Беларусь, Ресей және Қырғызстан мемлекетімен салыстырғанда. Неге олай бізде қалыптасқан? Себебі біз 2000 жылдардың басында осы салық жүктемесін біртіндеп төмендеткен болдымыз. Корпоративтік табыс салығы деген бар, өздеріңіз білесіздер, бізде 20%. Қазір бұл дүние жүзінде ондай төмен корпоративтік табыс салығы өте аз. Одан кейін қосылған құндылық салығы деген бар. Бұның да көрсеткіші бізде дүние жүзіндегі көрсеткіштен төмен болып табылады. Және де біздің негізгі түп мақсатымыз осы салық кодексі арқылы шағын микробизнеспен айналысатын адамдар көп қой, жеке кәсіпкерлер көп. Бізде олардың 8 түрлі режимі бар екен. Яғни патенттік режим дейміз, оңтайландырған режим дейміз, тағы бір. Біз сол 8 режимді бір 2-3 режимге дейін қысқарту керекпіз. Яғни халық үшін, кәсіпкерлікпен айналысатын жай адамдар үшін барынша түсінікті салық жүйесі құрылу керек. Оның барлығы бір қомақты жұмыс әрине. Бірақ барлық ресурстарымыз, барлық өзіміздің мамандарымыз соған бағыттап жатырмыз. Енді қазіргі таңда өзіңіз айтып отырғандай, жаңа салық кодексінің жобасы әзірленіп жатыр екен. Сіздер оны қашан дайындап болып жобасын парламентке ұсынасыздар? Бізде өзіміз мақсатымыз бойынша, тапсырма бойынша осы қазір басталған жұмыс 2023 жылы толығымен аяқталып, егер де барлық мүмкіндігіміз пайдалансақ, осы келесі жылдың қыркүйек айында мәжілістің қарауына кіргізсек деген жоспарымыз бар. Жақсы. Бұл салық кодексі осы халықтың мейлінше түсінікті және
халық үшін тиімді болады деген үміттеміз. Енді тағы бір жолдаудан үзінді келтірейін. Бұл осы тағы бір басымдық салықтық ынталандыру шараларының тиімділігін арттыру. Ол үшін экономиканың түрлі саласында дифференциалды салық мөлшерлемесіне көшкен жөн. Пайданың технологиялық жаңғыруға және ғылыми әзірлемелерге жұмсаған бөлігіне салынатын корпоративтік табыс салығын төмендету немесе одан босату тәсілін енгізу керек деді президент. Демек, ірі кәсіпорындарға белгілі бір мөлшерде жеңілдіктер берілуі мүмкін. Солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Бұл жерде мен жалпы бір ақпарат беріп өтейін. Бізде Қазақстанда негізінде бизнеспен немесе экономикаға инвестиция жасаймын деген кәсіпкерлерге толығымен мүмкіндік бар. Өздеріңіз білесіздер, арнайы экономика аумақ деген бар. Ол жердегі корпоративтік табыс салығы болсын, қосылған құн салығы болсын, сырттан әкеліп жатқан тауарлар болсын, бәріне жеңілдіктер бар. Көптеген бізде қазір 20 шақты бар, сондай арнайы аумақтар. Бұл республиканың әрбір өңірінде бар. Содан кейін бізде арнайы инвестициялық келісім деген шарт бар. Егер сол келісім арқылы келсе, кез келген инвесторға, оған да осындай жеңілдіктер көптеп беріледі. Біз кейде ойлаймыз, мұны есеп комитеті бізді, өзіңіз білесіз, сынап жатады ғой. Неге сынап жатады? Ол осы көп жағдайда біздің жеңілдіктер мен салықтық преференциялардың көптігіне және де біздің зерттеулеріміз бойынша, сол есеп комитетінің ақпараты бойынша, бұл 4 триллионнан 7 триллионға дейін жетеді екен деген сараптамалар бар. Бірақ дегенмен де әрбір жеңілдік өзінің мақсаты бар, түп міндеті бар. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қойып отырған бізге міндеті бұл, егерде кәсіпорын өзінің өнімдерін барынша өңдеп, Қазақстаннан осы бір жақсы тауарлар шығарса, жақсы бір өнімдер шығарса, және ол өнімді шығару үшін ол инвестицияға және инновацияға қаражат құю керек, ғылымға қаражат құю керек. Осы жағдайда егер соның құйып жатқан қаражаты өнімге дұрыс пайдасын тигізіп, біздің қосылған құны өсіп отырса, сол өнімнің, яғни осы жерде дифференциалды бір әртараптандырылған көзқарас керек деген бізге мақсат қойып отыр. Әрине бұнды біз бизнеспен бірге қарастырамыз. Негізі түп мақсатымыз бұл шикізат түрінде шығара бермей сыртқа, сол шикізаттан өнім алып, жұмыс орындарын салып, халықтың әл-ауқатын көтеретін. Көптен бері айтылып жүрген мәселе. Соған бағыттау. Жақсы. Енді мемлекет басшысының тағы бір сөзі, бұл осы жолдаудағы бюджет саясатына реформа жасалады. Ақырғы нәтижені дөп басуымыз керек. Бюджет кодексіне шекті нормативтер бекітіледі. Оны бюджетті жоспарлау және орындау кезінде міндетті түрде ұстану қажет деді. Бұл енді осыны айта келді, мемлекет басшысы ұлттық қордың қаржысын тиімсіз жұмсау тоқтатылады, қордың қаражатын аса қажет инфрақұрылымды дамытуға және еліміз үшін маңызы зор жобаларды қаржыландыруға жұмсаймыз деді. Жалпы бұл енді осы ұлттық қордан қандай қаражат, қандай кезде жағдайда алынады, осының бір өздерінің схемалары жасалды ма? Бұл ұлттық қордың маңайында әрине әрқашанда сөз көп болды. Сұрақ көп, мәселе көп, сауал көп. Себебі бұның екі үлкен функциясы бар. Біріншіден бұл жинақты функциямыз дейміз. Жинақтау функциясы бұл болашақ ұрпаққа қалатын қаржы. Біз оны дұрыс жеткізіп беру керекпіз, солардың кәдесіне жаратындай қаражат қалдыру керекпіз. Бірақ түп нұсқасында екінші маңызды мәселе бұл қандай да бір дағдарыс болған жағдайда экономикамыздың экономикаға қатысты бір дұрыс саясат жүргізуге байланысты немесе бір жобаларды іске асыруға байланысты біз ол жерден біраз қаражат аламыз. Әрине негізгі қаражат бұл пандемия кезінде 2020 жылы алдында бұл жерде өздеріңіз көп көмек болды. 5,5 триллионға жуық қаражат сол қордан алынып экономикаға құйылған болатын. Соның арқасында біз экономикамызды айтқандай құлдыратпай сақтап экономикамыз дұрыс өсуіне көмегін тигізді. Бұл жерде екі түрлі трансферт бар. Ұлттық қордан алатын қаражатты біз трансферт деп атаймыз ғой. Кепілдендірілген трансферт, ол өзінің формуласы бар. Яғни ұлттық қорға жыл бойына келіп түсетін қаражаттан бұл кепілдендірілген трансферттің көлемі көп болмау керек. Екінші трансферт түрі бұл мақсатты трансферт дейді. Бұл мақсат қандай да бір мақсатқа жұмсалатын трансферт. Бұны арнайы экономикадағы жобаларға жұмсаймыз. Дегенмен де президенттің қойып отырған біздің алдымыздағы талабы бюджеттің өзінің меншікті табыс көзін жоғарлата отырып,
барынша осы ұлттық қордан қаражат алуды шектеу. Біз осы бағытта үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Дәл қазір парламенттің қарауында 3 жылдық бюджет жатыр. Сол жерде біз биылғы алып отырған кепілдендірілген трансфер биыл 4 триллионнан асса, ендігі жылы бұл 2,2 триллионның, яғни 2 есеге жоқ біз аз кем трансферт алып отырмыз. Яғни өзіміздің бюджетіміздің жеке меншік көздерін көбейтіп отырмыз. Яғни қазіргі негізгі ауыртпалық біздің салық және кеден комитеттеріне келіп түседі. Олардың ендігі жылға экономиканың, көлеңкелі экономиканы жеңіп отырып, цифрландыру арқылы және де басқа да тетіктерін таба отырып, экономикадан барынша көбірек салық жинау, ұлттық қордың қаражатын пайдалануды азайту. Бұл мәселемен де біз енді қазір айналысып жатырмыз. Бұл тұрғыда да жоспарларымыз өте көп. Осы президент мемлекеттен көмек алатын бизнес өкілдерін анықтайтын автоматты жүйе енгізіп, осы мемлекеттік сатып алудың мүлде жаңа жүйесін жасауды жүктеді. Бұл бағытта не істеліп жатыр? Осы мемлекеттік және квази мемлекеттік сатып алуды бірыңғай платформаға көшіру қажеттілігі де тапсырылды. Өзіңіз жақсы білесіз. Ол үшін осы мемлекеттік сатып алу туралы жаңа заң қабылдану керек болатын. Енді осы бағыттағы жұмыстар қалай жүзеге асып жатыр? Осыған тоқталсаңыз. Мемлекеттік сатып алуға байланысты да сауалдар көп туындайды. Бұл жерде біздің негізгі мақсатымыз бизнеске түсінікті, халықтың күнде көріп отыр ғой, бақылауына жататындай, және де тексеретін органдарға да бәріне бір қолайлы және оңтайлы заң жобасын қабылдау. Біздегі заң сатып алуға байланысты заң жобасы ол жақсы, дегенмен де тым ішінде детальдер көп, тым дәйектерін ашып көрсете бергенбіз. Мүмкін бір түсінікті де оңтайлы заң қабылдау керек шығар. Біз соны заңның қазір тұжырымдамасын жасап жатырмыз. Сақ-түйекке дейін бәрін жазып қойғанбыз. Сақ-түйекке бәрін жазып тастағанбыз ғой. Соны мынау көп жағдайда сол сатып алумен айналысатын процеске қатысты адамдар оны білет, қаншалықты ұсақ-түйегіне дейін бәрі жазылып кеткен. Бүгін ондай заң бізге қажет емес шығар. Түсінікті де халық тарапынан да, бизнес тарапынан оқығанда бәрі өте түсінікті болу керек. Бұл жерде негізгі мәселе, мысалы, әкімдіктер де бізге айтады. Әкімдердің бәрі бізге бір оңтайлы, халықтың мұқтаждығын тез шешетін бір заң болса дейді. Бізде конкурстық процедуралар өте тым ұзақ жүреді. Одан кейін оның бірінен ұтылғаны екіншісі бар шағымдана. Ар жағында тексерушілер тұрады. Ар жағында тексерушілері бар. Сөйтіп бір жарты жоқ уақыт жоғалтамыз. Одан кейін игеру дұрыс болмайды, ақсайды ол жерде. Ол жерде жаңа ақша дұрыс жетпегеннен кейін әрине салынып жатқан инфрақұрылымдар да, мектептер де, басқа да объектілерде сапасыз болып шығады. Сондықтан да осы жерде біз барлық оңтайландыру. Бұл жерде әкімдіктердің де көзқарасы бір шетінен ескерілу керек. Екінші шетінде бизнесінде көзқарасы ескерілу керек. Және де мынау салатын, сол салумен құрылыспен айналысатын құрылысшылардың да барлығының мүдделері ескеріле отырып, және тексерушілердің де сол қаражатты толығымен мүмкіндігінше тиімді жұмсалуына бағытталатын заң жобасы қабылданды. Бұл жерде жасау керек қой. Қашан жасаймыз енді осы? Осы заңды біз қазір тұжырымдамасы қалыптастырылып жатыр. 23 жылдың сол ортасына дейін жазып шығамыз деген ойымыз бар. Келесі жылы қыркүйекте тағы тапсырасыз ғой. Тапсырамыз. Парламентке. Бұйырса, соны қыркүйекте мәжілістің қарауына енгіземіз. Жақсы. Енді бюджет үдерістерін барынша жеңілдету қажет. Мемлекеттік органдардың игерілмеген қаражатты келесі жылға қалдыруына мүмкіндік беру керек. Сол арқылы олар қаржыны, ақшаны бюджетке қайтарудың тиімсіз тәртібінен құтылады деді. Бұл да президенттің жолдауында айтылған мәселе. Өзіңіз біліп отырсыз, бюджетке қатысты тәуекелдерді басқару жүйесін іске қосу керек. Бұл жүйе квази мемлекеттік секторда қамтуға тиісті деген болатын. Енді осы мәселе жөнінде тоқталып өтсеңіз, енді шынымен де бұл сіздің тақырыбыңыз енді шыны керек. Қаржы болғаннан кейін енді осындай қаржылық сұрақтар спецификасы бөлек дегенім ғой. Бұл қаржы болғаннан кейін жалпы қаржы бүкіл қазір енді жаһандық үрдіс қой. Бәрін цифрландыру керек. Жаппай. Басқа бізде жол жоқ. Осы қаржыға қатысты біз бұрын мынау бюджеттік тапсырыстар деген болатын. 3 жылдық бюджет қалыптасқан кезде біздің арнайы бюджетпен қалыптасатын департаменттер бар, құрылымдар бар. Соларға мен өзім аралап жүріп көретінмін. Мынау коридорларда бұлай үлкен тачкаларменен папкалар жиналып жататын. Қағаздар.
Иә. қағазбастылық болып толып жататын толып жатады. соны одан кейін оны жаңағы ары қарай жою бір мәселе. Одан кейін ол жерде әлгі әртүрлі ақпарат болады ғой. Соның тарап кетпеуіне құпиялылығы бар. Өте қиын. Әлгі қызмет бабында пайдаланған ақпарат бар. Қазір біз осы 1-2 жыл болды, бүкіл бюджеттік тапсырыстардың бәрін электронды форматта қабылдаймыз. Қазіртаңда. Бұрынғыдай бәрін. Арбаға сүйреп жүрмейді ғой, көп қағаз келмейді. Бұл да үлкен мәселе. Сосын бұны енді ары қарай цифрландырудың да әртүрлі жолдары бар. Бұны ары қарай біз толығыменен сол өзінің жүйелі түрде жұмысты жалғастыру керек. Себебі бұл тапсырыс ол бір бөлек. Ар жағында опциялар болу керек, модификация жасалу керек. Себебі бір тапсырыс бірде бюджеттің ар жағында бұл бұрын сол берілген қаражат тиімді пайдаланды ма, сараптама жолдар болу керек. Содан кейін әртүрлі мемлекет тарапынан берілетін, бизнеске берілетін әртүрлі жеңілдіктер бар. Сол жеңілдіктер дұрыс қолданылып отыр ма? Қолдаулар бар, қаржылық қолдаулар бар. Соның бәрі өзінің адресатына дұрыс жетті ме, қаншалық тиімді пайдаланды. Соның бәрі ақпаратты жүйеде көрініп тұру керек. Қазір осы ақпараттық жүйенің арқасында есеп комитет бізге келеді ғой. Жаңа айтқандай әлгі папкілеп қағаз сұрап жатпайды. Сол ақпаратты жүйеге біз қолжетім жасап береміз. Олар соны қарай отырып, бізге толығымен тексеріп бере алады. Цифрландыру деген осы. Жақсы. Енді мемлекет басшының тағы бір өте маңызды тапсырмасы бар, ол жер телімдеріне қатысты. Соны қойғым келіп отыр. Енді кәсіпкерлерге жер телімдерін ашық әрі жедел берудің тиімді тәсілдері айқындалуы тиіс деді президент. Оны жыл соңына дейін әзірлеу керек деген болатын. Бұл енді президенттің тапсырмасы. Ол уақытта жұмыс істеп жатыр. Сіз енді қаржы министрі ғана емес, премьер-министрдің орынбасары, вице-премьер ретінде де осы мәселе жайлы толыққанды ақпарат алғым келіп отыр. Қазір ахуал қалай? Бүгінгі дейін мақсатымыз осы жатқан мақсатсыз жұмсалмай, пайдаланылмай жатқан жерлердің қаншасы мемлекетке қайтарылды, қаншасын қайтару жоспарда бар? Осы туралы толық мағлұмат білгіміз келеді. Бұл жерде енді кезінде ауыл шаруашылық министрлігі, қаржы министрлігімен бірлесіп арнайы ақпараттық жүйе құрған болатын. Соның арқасында біз миллиондаған гектар пайдаланылып жатқан жерді анықтап отырмыз. Енді жақында ауыл шаруашылық министрлігіне ақпараты бойынша кемінде 5 миллион деді ғой. Пайдаланылып жатқан жер телімдері мемлекетке қайтарылды деп. Бұл мемлекетке қайтару бұл бір мәселе де, соны қайтадан сол тиімсіз пайдаланатын жолға салмайтындай дұрыс тетігін тауып, сол кәсіпкерлерге беру, бұл екінші мәселе. Осы екі мәселені біз қазір ұштастыру бағытында үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Бұл да ақпараттандыру, бизнес процестерді автоматтандыру және де ақпараттық жүйені модификациялауға келіп тіреледі. Бұл жерде де өзінің тетіктері бар, заңды бұзбайтындай қылып, кәсіпкерлердің дер кезінде тапсырыс беріп, дер кезінде сол жер телімдерін алып, дер кезінде соны ауыл шаруашылық жерлері ғой, көбіне айтып отқан. Сонда мал өсіретін жерлер бар, және де егін шаруашылығына қатысты жерлер бар. Соның бәрін дер кезінде ала білсе, дер кезінде пайдалана білсе, яғни халықтың кәдесіне жарата білсек, біздің президенті қойып отырған мәселесінің бәрі осы. Бұл бағытта да үлкен жұмыстар жасалып отыр. Жылдан жылға сол пайдаланылмай жатқан жердің біз спутник арқылы дейміз, қазір цифрландыру арқылы сол жерлерді тезірек анықтап, тезірек комиссия арқылы шешіп, сосын қайтадан кәсіпкерлерге беру мәселесі. Тағы бір өзекті мәселе, енді уақытымыз аз қалыпты, қоюға тура келіп тұр, бірақ сонда да соңғы кездері әлемдегі геосаяси ахуалға байланысты көптеген шетел компаниялар Қазақстанға көше бастады. Яғни мекен жайын ауыстырды, нені меңзеп отырған біліп отырсыз. Ал енді президенттің арнайы экономикалық аймақтарға инвестициялық жеңілдіктерді саралап беру керек деген тапсырмасы бар. Осы енді ірі бизнестердің елімізге келуі, осы түрен салуы дейміз бе, бірақ оларға қолайлы жағдай жасай отырып, қандай да бір қалай талап қоя аламыз, осы жағын ескеруіміз керек қой. Енді келгісі келгендердің барлығын кіргізіп алсақ та дегенмен де өзіміздің мүддемізді ескеруіміз керек қой. Бұл жерде шауып келіп бүгін аша салам дейтін кәсіпорындар да дайын емес. Оны ашық айту керек, біз олармен де келіссөз жүргізу керекпіз. Ондай кәсіпорындардың 200-ден аса кәсіпорын жалпы белгілі болған. Арнайы мемлекеттік органдар бар, сыртқы істер министрлігі бар, соның үшін арнайы комитеттер бар, Қазақ Инвест бар. Олар әрқайсысыменен
жеке жұмыс жүргізіп жатыр. Солардың келуіне байланысты қолайлар жағдай жасап жатыр. Қазіргі күннің өзінде 50 шақты кәсіпорынның өзінің келем деген ойлары бар. Енді бұл кәсіпорындар анау халықаралық деңгейде дәрежедегі үлкен ірі беделі бар компаниялар. Әрине олар келгенде де енді бірден салық жеңілдеген басқа да преференциялар сұрап отырған жоқ. Дегенмен де бізді Қазақстанның заңына сәйкес келеді. Жаңа алдында бекер айтқан жоқпын ба? Бұлай заң кодекс немесе кәсіпкерлік кодексті ашып қалсаңыз, бізде преференцияның да жеңілдіктің де түрлері көп. Әртүрлі форматта, әртүрлі режимде жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Біз соларды ұсына отырып, бұл жерде негізгі мәселе дұрыс айтты, салық төлеу, жұмыс орындарын ашу, біздің қазақстандық азаматтарға жұмыс орындарын ашу, және де сол ашылған жұмыс орындары бойынша жалақы көзін жылдан жылға өсіріп отыру, халықтың табысын арттыру. Негізгі халықтың әл-ауқатын арттыру үшін де біз сол кәсіпорындарды ашу керекпіз, жұмыс орындарын ашу керекпіз, және де салық төлейтін жағдай жасау керекпіз. Негізгі президенттің көзі отырған осы. Жақсы, рахмет. Ерлан Кенжебекұлы студиямызға келіп, сіз енді жай министр емессіз, еліміздің басты қаржы министрісіз, премьер-министрдің орынбасарысыз. Енді есебіміз түгел болмаса, мемлекетіміз дамымайды ғой. Қашанда қаржыны дұрыс санай білу керек. Ол сіздің басты міндетіңіз, өз үкіметте істеп жүргеннен кейін. Сол себепті осы салық жинау мәселесі, осы мемлекет басшысының тапсырмаларының барлығын жүйелі, тиімді, осы халыққа пайдалы қылып шешсеңіздер, ең басты біздің мақсат осы ғой. Осы бағыттағы жұмыстарыңызды жеміс тілейміз. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Әрқашан бетіміз жарық, жүзіміз жарқын болсын.